Баршаңызға қайырлы күн. Жаңа жыл мерекесін тойлау күнә ма? Үй іші мына жаңа жыл мейрамын дастархан жайып күтеді. Намаз оқитын болсам кетіп қалуым керек пе? Бірақ дастарханда бәрі халал, ішімдік жоқ. Құрметті мұсылман, жаңа жыл мейрамын атап өту және тойлау дінімізде де, біздің қазақ дәстүрінде де болмаған үрдіс екендігі мәлім. Жаңа жыл тойлау үрдісі батыс мәдениетінен кіріптар екендігі де баршамызға белгілі. Сол себепті мүмін мұсылман адамның жаңа жыл мейрамын атап өтуін бүгінде көпшілік дін мамандары құп көрмейді. Өйткені жаңа жыл тойлау Алла елшісінің кім бір қауымға ұқсаса, ол солардан деген ұлағатты сөзіне қайшы. Аталмыш хадистің астарына үңілер болсақ, пайғамбарымыз аталмыш хадис шарифінде біздерге мұсылман еместердің мәдениеті мен салт дәстүрін алар болсаңдар, бара-бара соларға ұқсап мұсылманшылықты да ұмытып кетесіңдер деген ескертуі жатыр. Солай да болғаны өтірік емес. Қазір біз Еуропа мәдениетінің көпшілігін бойымызға сіңірдік. Олардың жақсы жағын ғана емес, жаман жақтарын да алдық. Арақ ішуден бастап жыныс ауыстыруға дейін жеткеніміз жасырын емес. Ал мұсылманшылық құндылықтарымен санасып жатқан мұсылмандар кемде кем. Бұл жоғарыда Алла елшісінің кім бір қауымға ұқсаса, ол солардан деген ескертпесінің анық көрінісі деуге болады. Бірақ мына нәрсені ұмытпау керек. Біздің қоғамда көпшілігі мұсылман болғанымен, біразы діннен ұзақ, әрі олардың діни мәліметтері аз. Сондықтан да туған-туыс пен жора жолдастарының арасында жаңа жылды тойлап, оны атап өтіп жататындары кездесуі мүмкін. Енді оларға жаңа жыл тойлау харам деп төтесінен айтсақ, бәрін харам дейсіңдер, бәрін болмайды дейсіңдер. Сонда не болады деп дінді бейне бір мешітте ғана өмір сүру керек сияқты көру ғажап емес. Сондықтан да пайғамбарымыз исламның алғашқы кезеңінде көп нәрсені бірден тыймады. Халыққа ислам құндылықтарын жай-жай, кезең-кезеңмен үйретіп отырды. Жаңа жыл тойлауды да әсте-әсте, даналықпен, әрі әдеппен тыйып отырған абзал. Енді екінші сауалға келер болсақ, үй ішіңіз жаңа жылға орай дастархан жайып, ас қойып жатса, одан ішпей безіп кету керек дей алмаймыз. Дастарханға қойылған ас адал болса, әрі шарап қойылмаса, ол дастарханнан ас ішудің ағаттығы жоқ. Риуаяттарға қарағанда, сахабалар діні бөтендердің мейрамына орай ұсынған дінімізде адал саналатын асты жейтін болған. Оған қатысты ислами әдебиеттерде бірнеше риуаятты кездестіруге болады. Мысалы, Сияри Әләмүн Нүбәлә атты кітапта имам Ағзамның немересі Исмаил ибн Хаммадтың риуаяты кездеседі. Ол риуаятта Әбу Ханифаның атасы Нұраман ибн Мәрзуманның Әзіреті Әлиге дәл Наурыз күні фәлузәж деген тағам тарту еткенін Исмаил ибн Хаммад айтып өтеді. Сол асты жегеннен кейін Әзіреті Әли, яғни әр күні бізге Наурыз жасап тұр деп айтқандығы сол риуаятта келтіріледі. Сондай-ақ Ибн Абу Шайбаның Әл-Мусаннаф атты риуаяттар кітабында да Айша анамыздан бір әйел келіп, біздің қол астымызда мәжуси дініндегілер бар. Олардың өз мейрамдары болып тұрады. Сол мейрамдарында бізге сыйлықтар беріп жатады деп сұрайды. Сонда Айша анамыз, сол күнге арнап сойылған еттен жемеңдер, бірақ ағаштарын жеңдер деп ескерткен екен. Айша анамыздың сол күнге арнап сойылған еттен жемеңдер деуінің мәні, мәжуси дініндегілер малды өздерінің құдайларына арнап сояды, әрі мәжуси діні Әл-Ахли кітаптан саналмағандықтан, олардың сойған малдарының еті мұсылмандар үшін адал емес. Ал ағаштарынан жеңдер деуінің мағынасы әкелген жеміс жидектерін жей беріңдер дегенді білдірмек. Сондай-ақ аталмыш хадис кітабында
орын алған басқа да мәліметте сахаба Әбу Барза әл-Аслами қол астындағы мәжуси дініндегілер наурыз мейрамына орай тағам тарту ететін. Сонда сахаба Әбу Барза өз жанұясына жеміс-жидектен болғанын алыңдар, одан өзгелерін алмаңдар дейді екен. Міне, осы риуаяттарға қарай отырып, жаңа жыл мейрамы мұсылмандардың мейрамы ретінде саналмағанымен, сол мейрамға арнап жасалынған дастарханнан ас ішудің күнәсі жоқ деген қорытындыға келуге болады. Ең дұрысы Аллаға мәлім. Келесі пайдалы ақпараттарды жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп, өз пікіріңізді жаза кетіңіз.